Так, мына біздің бассейн. Ішіне су толтырып жатырмыз, бірақ деген мына жерінің бір жері тесіліп қалған ба, алдында суын төккенде былай аударып суын төккен ғой мына жаққа қарай. Сол кезде жырып кеткен ба, бірден тесіп кеткен ба. Қазір тағы ұрып қойдым. Әрі кетсе бір 5 минуттай тұра ма, тұрмай ма, жіберіп қойып тұр қайта. Бірақ сонда да амал жоқ, түсіп жүр. Енді бұны пока лақтырып тастауға көзіміз қимай, осылай түсіп жүр. Енді арасында үріп береміз. Ауасы шыққаннан кейін қайтып үріп береміз. Сөйтіп түсіп, пока енді солай түсіп жүр. Бұны обал я, енді осылай лақтырып тастауға көзім қимайды. Өзі бірақ жыл болды алғанымызға. Бірақ жыл болды. Өткен жылы алдық, мынау екінші жылы. Әлі жаздың әлі ыстықтары алда ғой. Нағыз түсетін кезінде бұл да жарылып қалды. Негізі мынандай үретін алудың қажеті жоқ екен. Аяғы бар түрін алған дұрыс екен. Мына енді алғаннан кейін бір жыл жақсы қолдандық. Екінші жылы енді әлі де қолдануға болатын еді. Кеше жолдасым ішінде суын төгіп деп былай аударған кезінде, былай сүйреп ары қарай сүйрегенде, сол таспа ана жерде асфальтқа бірдеңе шығып кеткен сияқты деп ойлап тұрмыз. Потому что сол төгіп болғаннан кейін уже андай ауасы шығып, мынау деген кәдімгідей жұмсарып қалды. Мына қатты су толтыруға болмайды. Қатты көп қылып толтырсаң, анау қазір ауасы шығып кеткенде төменге түсіп кетеді де, жанынан ағып жатыр су деген. Азғантай осылай жартылай құйып, осылай пока осылай қойып беріп жатырмыз. Қатты толтыруға болмайды. Ішіміз удай ашып отыр. Үлкен ғой, кішкентай болса бір сәрі. Или бір 3-4 жыл болса айтасың ғой, 3-4 жыл болды ғой енді жарар дейсің. Бірақ жыл болды, бірақ жыл. Ішім удай ашып тұр, лақтыруға көзіміз қимай тұр. Амал жоқ, бірдеңе етіп осылай түсіп жүр енді. Күн 41 градус көрсетіп тұр қазір бізде. Осылай, бұны қалай баса, қалай жасауға болады екен. Мен қазір уақытша үріп қойдым мынаны аузыммен. Екі жағын талып қалды. Былай үретін не жоқ. Пока солай аузымызбен үріп, шар үргенде үріп жатырмыз. Солай несі шыққанша түседі. Қазір жұмсарып қалғаннан кейін қайтадан үріп берем. Солай түсіп жүр енді балдарым. Үлкен болғасын, 3 бала болғасын, менде 3-і симайды ғой деп арнайы осы үлкен түрін алғанбыз. Кішкентайын алып едік бір жылы. 3-і симай қалды, таптар болып қалды. Енді балдар өскен сайын симайды ғой. Осылай енді көзімізді жұмып осы үлкен түрін алып едік. Онда жаңағы суын төгеміз деп жерге жырып, асфальтқа жырып, бірдеме жырып кетті ма, жамалған, қосылған жерлер ашылып кетті ма, неше рет айналып іздедік, таба алмадық жарылған жерін. Осы үсті жіберіп қойып тұр қайта. Бұны қалай жасауға болады екен? Кімде осындай жағдай болды? Күн өте ыстық болып тұр. Бізде қазір 41 градус көрсетіп тұр. Жел болып тұр, бірақ деген ыстық жел. Духовка сияқты, духовканы ашқанда ыстық ұрады ғой бетке. Сол сияқты ыстық болып тұр. Қазір суды толтырып қойып жатырмын. Осыған түседі. Енді бұрынғы ішінде кеше түнде азғантай су толтырып қойғанбыз, жартылай. Сол ысып тұр екен. Үстіне салқындау су қосып жатырмын. Қазір ағызып, сол жылы болса, қазір балдарым осыған түседі. Жарылып қалған ішіміз удай ашып тұр. Жарылып қалған нағыз ыстық кезінде жарылып қалып тұр. Өкінішті. Амал жоқ енді. Осы жылы осылай амалдармыз енді. Келесі жылы енді мынандай үретін емес, аяғы бар түрі. Сондайын аламыз ба деп отырмыз, амандық болса.